Алтынай Жорабаева болса, бүгінгі той ханшайымына қызға қарап, ақ көйлекті арудан көзін алмай отырды. Себебі әнші Сәбит Әбдіқалықовпен отбасын құрған кезде той көйлегін кимеген екен. Бірақ екінші мәрте тұрмысқа шығып жатсам, Ақбота Керімбекова секілді қалыңдық көйлегін киіп алуым әбден мүмкін деп отыр. Білмеймін, енді оны айта алмаймын, енді алдын ала том пішпей-ақ қояйын. Енді оны уақыт көрсетеді. Кім біледі енді? Өзіңіздің көзқарасыңыз деген ғой, халқы көрсетіп, осындай болдым мен, осындай болып жатырмын. Жоқ, әлде мысалы тыныштықты жақсы көреді? Бақыт тыныштықты жақсы көреді дейді. Менің ұстанымым солай. Тыныш қана бала шағаммен бақытты болып, егер болашақ жарым кездесіп жатса сонымен бақытты болып деген сияқты. Оның бәрін жариялаудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Тіл көз деген бар. Сол? Енді жақсыны айтсам көреді дейді ғой. Сонда сіздің тұрмысқа шығып жатқаныңызды, бақытты болып жатқаныңызды ел білмеу керек па? Жоқ, былай айтамыз ғой, шығып жатсақ, жариялап айтамыз, бірақ оны міндетті түрде үлкен ақ көйлек киіп той жасап деген сияқты емес. Мен бірінші тойымда да ақ көйлек киген жоқпын, мен ондай той болған жоқ. Білмеймін. Неге болмады? Не кидіңіз сонда? Бізде ондай той болған жоқ. Қазақша құдалық болды. Жаңағыдай үлкен той болған жоқ негізінде. Мен оны неге деп те сұраған жоқпын. Жас болдық қой енді ол кезде. Жоқ, әрбір қыздың арманы ақ көйлек кию деген дейді. Мысалы, толқын 2 баласы бар болса да көйлек кигісі келіп жасатып отыр ғой тойды былай айтқанда. Енді көреміз енді, 14 қызымен ақылдасам енді. Олар не айтады, солай болады енді. Ханшайымдарыңыз сіздің екінші мәрте тұрмысқа шығатыныңызға қалай қарайды? Әлде бұл мәселеге қатысты түсіндіру жұмыстары жүргізіліп қойды ма? Үлкен қыздарым ондайды айтады маған. Мысалға кейде болады ғой, бір үйде бір ашуланып, болмаса бір депрессия деп жатады ғой, өзіміз қолдан жасап алатын депрессиялар болады ғой. Сол кезде де болмаса соны бір күн жайлап сөйлесіп отырсам, қыздарым айтады да, егер маған болашақ адам кездесіп, сонымен семья құрамыз деп жатса, қалай қарайсыңдар деген кезінде, үлкен қызым, екі қызым айтты, онда тұрған ештеңе жоқ деді. Сіз әлі жассыз ғой, сіздің бақытты болып жүргеніңіз бізге де жақсы. Егер сізді біреу алақанына салып, мәпелеп жатса, неге қуанбасқа, біз керісінше қызғанбаймыз, қуанамыз деп сөйтіп айтты. Ал әке-шешеңіз? Олар да солай. Негізі әкем айтады, одан да жар кездесе тұрмысқа шығып алайық, өсек болып кетесің деп. Иә, мысалға, қасқырдың аузы жесе де қан, жемесе де қан дейді ғой. Сол сияқты жалғыздық Құдайға ғана жарасқан деп айтады. Сол себепті мен ойлаймын, әркім, әр әйел адам болсын, әр ер азамат болсын, бақытты болуға лайықты деп ойлаймын. Жек өміріндегі өзгерістерді жария етуді аса ұната қоймайтын Алтынай Жорабаева бұрынғы тенесімен етене жақын араласы жоғын айтады. Тіпті үлкен кісілермен байланысын үзген Айгүл Иманбаеваның Сәбит мырзаның әке-шешесін әлі күнге мама-папа айтатынына таңым бар дейді. Енді ол бас шағында ондай болған жоқ қой да, енді солай болып жатыр, мысалға бастап ажыраса салып ол үйтіп барласқан жоқ, оны мүмкін бізде де мүмкін солай болатын шығар. Әлі енді ары кетсе бір 2 жылдан енді ағасты ғой, мысалға 3 жыл болады уже. Ал қыздармен кездесіп, мысалы немерелермен араласып өздері ма, жоқ қыздардың? Білмеймін енді, мен оларға айттым, маған десе күнде көріңдер. Мен ондайға шек қоюға хақым жоқ. Ол шегірдің қыздары бәрібір. Сендердің қыздарың, мен араласпа деп айтуға хақым жоқ. Қыздар, мен өздерің шешіңдер дедім. Енді қыздар оны жалынып іздемейді ғой, дұрыс па? Өзі іздемесе біз қалай? Бірін айтам деп бәрін айтқан Алтынай ханым қыздарының әкелеріне деген ренішін осылай жеткізді. Тіпті бұрынғы жолдасымен ажырасып кеткеніне 3 жыл болса да, онымен дос болып қалуға да дайын емеспін деп ағынан жарылды. Білмеймін, мен ондайды әлі түсінбеймін. Ондай нәрсені әйел затынан емес, ер азаматқа байланысты деп ойлаймын. Сол.
егер мысалға дос болып қалып жатса, араласып жатса, мен оған қарсы емеспін. Шыны керек, мысалға енді біз әйел басымен, қыздарымызбен ер азамат тұрған кезде біз оның алдына барып иілмейміз ғой, мысалға, дұрыс па? Барып одан егер менен кінә кетсе, мысалға мен ондай ол үшін мен ештеңе емес. Ол кешірім сұрауда тұрған ұлық болсаң кіші бол дейді ғой, мысалға. Сол себепті мен енді әйел болып тұрып, қыздарымызбен қыз баласы болып тұрып, біз оларға жалынбаймыз ғой, енді негізі былай айтқанда да, тура айтқанда. Мен мысалы қыздарды да жазды алып барған кезде де айтып отырамын, мүмкін аталардың жаққа барасыңдар ма, не айтайық, алып кетсін ба, апарып тастайық па, не істейік? Жоқ деп айтады қыздарым. Барғымыз келмейді дейді. Мен енді қатты оларды бір-екі рет айтқан кезімде екі үлкен қызым маған қаттырақ айтып ұрсып ренжіп қалған маған. Анашым, бізге неге одан сайын жүрегімізді ауырта бересіз, барғым келмейді деп сөйтіп айтты да, болды дедім. Бұдан кейін осылай айтпаңызшы деді. Мен айттым, жарайды дедім. Ары қарай өздерің